Армысыздар, құрметті Номадгай арнасының көрермендері мен әскери сараптама әуесқойлары. Қазақстан Республикасының әуе қорғанысы саласы соңғы жылдары өте маңызды, әрі тарихи қайта жарақтандыру кезеңін бастан өткеріп жатыр. Еліміздің стратегиялық аспанын қорғап келген С-300ПС зениттік зымыран кешендерінің қызмет ету мерзімі өз мәресіне жақындап қалды. Бұл жүйелер моральдық та, техникалық та тұрғыдан тозуға айналғандықтан, еліміздің әскери басшылығының алдында үлкен де күрделі сұрақ туындап отыр. С-300ПС кешендерінің орнын қандай заманауи зениттік зымыран жүйелері баса алады? Бүгінгі арнайы зерттеуімізде біз Қазақстандағы С-300ПС кешендерінің нақты саны мен техникалық мүмкіндіктерін талдап, Алматы қаласындағы гранит кәсіпорнының стратегиялық маңызын, С-300ПС алмастыру мәселесінде ақш-тың қатса санкциялары төндіретін қауіптерді талқылаймыз. Видеоның соңында С-300ПС кешенін алмастыратын ең тиімді аралық шешім ұсынамыз. Ендеше бейнероликті соңына дейін тамашалаңыздар. Қазақстан әуе қорғанысы күштерінің қарулануындағы С-300ПС зениттік зымыран кешендерінің негізгі бөлігі 2015 жылдары Ресей Федерациясымен арадағы әскери техникалық ынтымақтастық және ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы аясында жеткізілген болатын. Жалпы есеппен еліміздің әуе шебін қорғауға 5 дивизиондық жиынтық, яғни 40 ұшыру қондырғысы және 200 шақты зымырандар бөлінді. Бұл кешендер Астана, Алматы, Қарағанды және Шымкент сияқты стратегиялық қалалардың айналысына орналастырылып, бірыңғай жауынгерлік кезекшілікке қойылды. Техникалық тұрғыдан алғанда, С-300ПС кешені өзі жүретін шассиге орнатылған орта қашықтықтағы зениттік жүйе. Оның негізгі жойғыш құралы 5В55R радиокомандалық және жартылай белсенді бағыттау басы бар зымырандар. Бұл зымырандардың ату қашықтығы 5-тен 75 километрге дейінгі аралықты қамтиды. Ал нысананы жою биіктігі 25 метрден 27 километрге дейін жетеді. Кешеннің құрамындағы 5N63S фазаланған антенналық торлы радары бір уақытта 12 нысананы бақылап, оның алтауына бір мезгілде соққы бере алады. Алайда, бұл жүйелер өткен ғасырдың 70-80 жылдары жобаланғандықтан, заманауи радиоэлектрондық күрес құралдарына, қанатты зымырандарға және ұшқышсыз ұшу аппараттарына қарсы тиімділігі төмендеп отыр. Қазақстан С-300ПС кешендерін алмастыру үшін батыстық, ақш-тың Патриот немесе Франция мен Италияның САМТ кешендерін неліктен сатып ала алмайды? Бұған басты себеп геосаяси және әскери техникалық шектеулер. Қазақстан Ресеймен бірлескен бірыңғай регионалдық әуе қорғанысы жүйесіне кіреді. Бұл жүйедегі барлық радиоэлектрондық байланыс, дос-дұшпан жүйелері, автоматикалық басқару пункттері және радарлық деректер алмасу хаттамалары толығымен ресейлік стандарттарға негізделген. Батыстық Патриот немесе САМТ кешендерін бұл жүйеге интеграциялау техникалық жағынан өте қиын, ал саяси тұрғыдан НАТО стандарттарындағы жүйелерді ОДКБ аймағына орналастыруға Ресей ешқашан келісім бермейді. Екінші балама ретінде Қытай Халық Республикасының HQ-9B немесе FD-2000 экспорттық зениттік зымыран кешендері қарастырылуы мүмкін еді. Қытайлық бұл жүйелер бауырлас Әзербайжан, Өзбекстан, Түркіменстан елдеріне және Пәкістан мен Мароккоға жеткізіліп, жоғары сұранысқа ие болғанымен, олардың Қазақстан үшін ең үлкен кемшілігі отандық өндірістік және жөндеу базасының мүлдем жоқтығында. Қытайлық кешендерге техникалық қызмет көрсету, капиталды жөндеу немесе зымырандарын жаңарту жұмыстарын Қазақстан аумағында ұйымдастыру өте күрделі әрі қымбатқа түседі. Әскери техниканы әрбір ақау үшін Қытайға тасымалдау еліміздің қорғаныс қабілетін сыртқы факторларға тәуелді етіп қояды. Осы орайда Қазақстанның әуе қорғанысы саласындағы ең басты стратегиялық өнеркәсіптік активі Алматы қаласында орналасқан гранит арнайы конструкторлық технологиялық бюросын атап өтуіміз керек. Қазіргі уақытта гранит зауытында бұрыннан келе жатқан С-300ПС кешендеріне, сондай-ақ Ресейден соңғы жылдар сатып алынған Бук М2, Е және Тор М2 зениттік зымыран жүйелеріне кепілдіктен кейінгі толық техникалық қызмет көрсету, капиталды жөндеу жұмыстары ұйымдастырылған. Отандық инженерлер мен мамандар бұл кешендердің радарларын, электронды блоктарын және гидравликалық жүйелерін өз елімізде жөндеп, жауынгерлік дайындықта ұстап отыр. Сондықтан, Қазақстан әуе қорғанысы күштерінің бейресми талабы С-300ПС кешенінің орнын басатын кез келген жаңа зениттік жүйеге, гранит базасында кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету мен капиталды жөндеуді жергілікті түрде ұйымдастыру мүмкіндігі болуы шарт.
Бук М2Е жүйесіне қызмет көрсетіп отырған гранит зауыты ресейлік әскери өнеркәсіптік кешенімен тығыз технологиялық байланыста. Осы тұста С-300П С кешендерінің орнын толтыру үшін Түркия Республикасы сатып алған. Бірақ НАТО-мен келіспеушіліктерге байланысты пайдаланылмай қоймада тұрған ресейлік С-400 зениттік зымыран кешендерінің 2 полкын Ресейдің келісімімен Қазақстанға қайта сату немесе сатып алу идеясы жиі айтылады. Түркияда қазіргі таңда С-400 кешенінің 2 полктық жиынтығы заманауи 91 Н6 Е радарлары және жүздеген 48 Н6, Е3 және 9 М96, Е2 алыс қашықтықтағы зымырандары бар. Бұл зымырандардың ату қашықтығы 5-тен 250, 1-ден 120 километрге дейін жетеді. Және ол баллистикалық зымырандар мен стелс ұшақтарды жоюға қабілетті. Алайда, Түркиядан немесе Ресейден тікелей С-400 кешендерін сатып алу Қазақстан үшін өте үлкен саяси және экономикалық қауіп төндіреді. Ол қауіптің аты ақш-тың КТСА санкциялар заңы. КТСА, яғни Американың қарсыластарына санкциялар арқылы қарсы тұру туралы заңы 2017 жылы ақш Конгресімен қабылданған. Бұл заңның басты мақсаты Ресейдің қорғаныс және барлау секторларымен, соның ішінде Рособоронэкспорт сияқты компаниялармен ірі мультимиллиард долларлық әскери келісім шарттар жасайтын кез келген үшінші елге қатаң екінші деңгейлі санкциялар салу. Түркияның өзі бұл С-400 кешендерін сатып алған үшін КТСА санкцияларына ілігіп, ақш-тың F-35 буынды жойғыш ұшақтары бағдарламасынан шығарылды, және оның қорғаныс өнеркәсібіне қатаң шектеулер қойылды. КТСА іске қосылған мерзімге дейінгі 2010 және 2015 жылдары аралығында Қазақстан тарапы Ресейден С-400 Су-35 секілді Ресейдің алдыңғы қатарлы әуе қорғанысы өнімдерін алуға әрекет жасап жатқандықтары жайында хабарлар кең тараған еді. Атса, іске қосыла салысымен бұл хабарлар мүлдем жоғалып ұмытылып кетті. Егер Қазақстан Ресеймен немесе Түркиямен С-400 жүйелерін сатып алу бойынша миллиардтаған долларлық келісімшартқа отырса, елімізде КТСА санкцияларына тікелей ілігеді. Бұл еліміздің банктік жүйесін оқшаулауға, мұнай экспортымызға шектеу қоюға және қорғаныс өнеркәсібімізді толығымен бұғаттауға әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан С-400 кешенін сатып алу стратегиялық тұрғыдан тым қауіпті. ақш-тың КТСА санкцияларына ілікпей, Ресеймен үлкен мультимиллиард долларлық келісім шарттар жасамай, сонымен бірге С-300ПС кешендерінің орнын уақытша 5-10 жылға басатын ең оңтайлы аралық шешім ретінде ресейлік Бук М3 орта қашықтағы зениттік зымыран кешенін сатып алуды ұсынамыз. Бұл кешен бюджетке ауыр салмақ түсірмейді және екінші деңгейлі санкциялық назарды өзіне аудармайды. Бук М3 кешенін өзінен бұрынғы Бук М2Е және ескірген С-300ПС жүйелерімен салыстыра отырып, терең талдап көрсек, бұл жүйенің қаншалықты қуатты екеніне көз жеткізуге болады. Біріншіден, ату қашықтығы мен биіктігі. Ескі С-300ПС кешенінің 5В55Р зымырандары 75 км дейін ұшса, жаңа Бук М3 кешенінің 9М317 зымыраны 65 км қашықтағы нысаналар жойылады. Ал нысананы жою биіктігі бойынша Бук М3 25 км дейін. Яғни орта қашықтағы Бук М3 бұрынғы алыс қашықтағы С-300ПС жүйесінің жауынгерлік мүмкіндіктерін шамамен алғаны толығымен қайталай алады. Екіншіден, зымырандардың бағытталу технологиясы. С-300ПС кешеніндегі зымырандар радиокомандалы жүйемен бағытталады. Ол радардың үздіксіз зымыранды нысанаға бағыттап тұруын талап етеді. Ал Бук М3 кешенінің 9М317М зымыранының А модификациясында белсенді радиолокациялы өзі бағытталатын арнайы оқтұмсық бар. Бұл аттың да уақытша ұмыттың принципін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Зымыран өзінің жеке радары арқылы нысананы ауада өзі тауып жояды. Үшіншіден, С-300ПС кешенінің бір дивизионы бір уақытта ең көбі 6 нысанаға ғана соққы бере алса, Бук М3 кешенінің бір дивизионы 36 нысанаға бір уақытта соққы бере алады. Бұл маңызды көрсеткіш, өйткені заманауи қанатты зымырандардың үйірлік шабуылдарына қарсы төтеп беруде өте жоғары маңызға ие. Төртіншіден, С-300ПС кешендері 1200 метр секундына дейінгі жылдамдықпен ұшатын нысандарды жоя алса, Бук М3 те дәл осы жылдамдықпен ұшатын оперативті тактикалы баллистикалы зымырандарды қағып түсіруде қолданыла алады. Бесіншіден, гранит зауытымен техникалық сабақтастық. Қазақстанның гранит зауыты Бук М2Е кешендеріне қызмет көрсету тәжірибесіне ие болғандықтан, Бук М3 жүйесін пайдалануға енгізу, оған кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету және жөндеу базасын Алматыда ұйымдастыру ешқандай техникалық кедергісіз өте жылдам әрі арзан жүзеге асады.
Қорытындылай келе, Қазақстан әуе қорғаныс күштерінің қарулануындағы С-300ПС зениттік зымыран кешендерін ауыстыру бұл тек техникалық емес, ең алдымен үлкен геосаяси, экономикалық және өндірістік шешім. Батыстық немесе қытайлық жүйелер сатып алу біздің ОДКБ аясындағы міндеттемелеріміз бен Алматыдағы гранит зауытының өндірісті мүмкіндіктеріне сәйкес келмейді. Өз кезегінде Түркиядан немесе Ресейден С-400 сияқты стратегиялық жүйелерді сатып алу ақш-тың КАТСА заңы аясында қатаң санкцияларға ілігу қаупін тудырады. Сондықтан алдағы 5-10 жылдық өтпелі кезеңде еліміз үшін ең қауіпсіз экономикалық жана тиімді және техникалық тұрғыдан жоғары мүмкіндікке ие балама шешім БУК М3 зениттік зымыран кешендерін кезең-кезеңмен сатып алу. Бұл шешім еліміздің аспанын сенімді қорғап, отандық гранит кәсіпорнының жұмысын жандандырады және саяси санкциялық қауіптерден аман сақтайды. Құрметті Nomad Guy арнасының көрермендері, сіздер бұл мәселе төңірегінде не ойлайсыздар? Қазақстан аспанын қорғауда қай жүйе тиімді деп санайсыздар? Өз пікірлеріңізді төменге жаза кетіріңіздер. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.